Келесі бірнеше минуттың ішінде адамзат денсаулығына аса ірі қауіп тудыратын жаһандық деңгейдегі кесел туралы деректермен таныс боласыздар. Бұл темекі шегу. Алла Тағала Бақара сүресінің 195 аятында өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп-қатерге салмаңдар десе, Ниса сүресінің 29 аятында өз-өздеріңді бір-біріңді өлтірмеңдер деп ескерткен. Әлемде 1 миллиардтан астам адам темекі шегеді. Жыл сайын 5,5 триллион шылым дайындалып шығарылады. Күніне шамамен 15 миллион, ал минутына 10 миллиондай темекі сатылады. Темекі шегетіндердің жартысына жуығы шылымның себебінен өлуде. Орта есеппен алғанда әрбір 6 секунд сайын бір адам, ал бір жылда 6 миллион адам өмірімен қош айтысуда. Дүниеден өткен 6 миллионның 5 миллионның өлімдеріне темекі шегулері тікелей себеп болса, 600 мыңнан астамы темекі шекпесе де басқа шегетіндермен бірге болуы себеп болған, яғни темекі түтінінен демалған. 2030 жылы темекі себебінен өлім көрсеткіші 8 миллионнан асуы мүмкін. Әлемдегі 8 өлімнің 6-уына темекі тарту себеп. 20 ғасырда 100 миллион өлімге шылым себеп болған. Бұл көрсеткіштер 21 ғасырда 1 миллиардқа жетеді деп күтілуде. Күн сайын 80 мың мен 100 мың арасында жасөспірімдер алғашқы рет темекілерін шегіп көруде. Темекі шекпесе де темекі түтінінен демалу адамның жүрек қан тамырлары мен тыныс жолдарының ауруларын және өкпе қатерлі ісігін тудырады. Сондай-ақ жүкті әйелдің баласының өлі туылуына немесе шала туылуына себеп болады. Әлем бойынша балалар өлімінің жартысына жуығы табак түтінін жұтудан болған. Жыл сайын пассивті шылым шегу себепті 600 мың темекі шекпейтін адамдар уақыты келмей дүниеден өтуде. Табак түтінінің құрамындағы химиялық элементтер адам денсаулығына өте зиян. Тіпті табак түтінінен аз ғана демалудың өзі де зиян. Темекі шегетіндердің жартысына жуығы темекі себебінен болатын аурулардан өлуде. Табак түтінінде 4 мыңнан астам химикаттар бар. Соның 250-і зиян болса, 50-ден астамның құрамында зиянды сутек, көміртегі тотығы, аммиак болғандықтан қатерлі ісікке апарады. Кемінде 69-ы қатерлі ісікке себеп. Бұл химикаттарға күшән, бензол, бериллий улы металы, 1,3 бутадиенді қауіпті газы, кадмий улы металы, хром металы, этилен оксидтері, радиоактивті химиялық зат болып табылатын никель, полоний 210 және винил хлориді кіреді. Табак түтініндегі формальдегид, бензопирен және толуол сияқты улы химикаттар қатерлі ісікті тудырады деп болжалуда. Темекі шегу адамның барлық ағзаларына зиянын тигізеді және денсаулықты толықтай зақымдайды. Әлемдегі миллиондаған адамдар темекі шегулер себепті көптеген дерттерге шалдығуда. Темекі шегу қатерлі ісікке бірден бір себеп, ал қатерлі ісік тікелей өлімге апаруда. Темекі шегу өкпе, өңеш, ауыз, тамақ, бүйрек, қуық, ұйқы безі, асқазан, жатыр мойны және өткір миелоид аққаны қатерлі ісіктеріне апарады. Темекі шегу сондай-ақ жүрек аурулары, инсульт, қолқа аневризма, шар тәріздес ісік, кеуде күре тамыры, көбіне бронх қабынуы немесе өкпе эмфиземасы, тыныс демікпесі деп аталатын өкпенің обструктивті ауруы, мықын сынуы және көздің катаракт ауруларын тудырады. Темекі шегетіндердің өкпе қабынуы мен тыныс жолдары індеттеріне шалдығу ықтималдығы өте жоғары. Ал енді пікірлеп көріңіз, темекі шегу халал ма, әлде харам ба?